Қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен бүгін танысайын деп, міне алдарыңызға шықтым. Менің есімім Фарида Құдайбергенқызы. Мен зейнеткер жасындамын. Енді мен бұл каналда өзімді және денсаулығымды айта отырып, көрсете отырып, осы сіздермен де жақсылықтармен бөлісіп, басымыздан өткен нәрселермен бөлісіп, келе жатқан ұрпаққа да кішкене тәрбие беріп деген сияқты жақсылықтарға бағыттайтын канал. Осы каналды сіздер де қолдай отырыңыздар. Қазақша канал. Енді менің ең басты сол бағыттарымның бірі адами қасиетімізді жоғалтпай, бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізге жақсы нәрселерімізді көрсетіп, жаман нәрседен жиіркеніп, жаңағы жақсы дамып, жақсы жолдармен жүріп, денсаулығымызға көңіл бөліп деген сияқты жақсы нәрселермен бөлісу. Енді мен осы үйде отырып көп нәрсе мүмкін айта бермесем де, мүмкін мен өзімнің денсаулығымды қалай түзеп жатырмын, сол туралы көп айтатын сияқтымын. Өйткені мен осы қанша жылдан бері қарай осы позвоночникпен күресіп келе жатырмын. Құлағанмын бір қыстың кезінде, бір 10 жылдай болып қалған шығар. Осы енді бел омыртқа дейді ғой, осы омыртқамды қалай мен өзім түзеп алдым, қандай жерлерде болдым деген сияқты. Және мен өзімді тануға қандай белсенді жұмыстар жасадым, өзімнің адами қасиеттерімді, құндылықтарымды қалай өзім танып білдім деген сияқты көп жақсы нәрселер болады. Менің каналымды қолдауларыңызды сұраймын. Қазақша каналды қолдаңыздар. Бірге дамиық, бірге жүрейік. Біз үлкенбіз, картиді деп жатпауымыз керек. Біз үлгі болатындай, осы уақытқа дейін мысалы жақсыны көрдік, жаманды көрдік. Және осы балаларымызды өсірдік деген сияқты. Өзіміз қанша қиыншылықтан өтсек те, әлі күнге дейін енді біз зейнет жасына шықтық деп мойымай, жаңағы балаларымызды да, өзімізді де дамытайық ары қарай. Сол үшін осы каналдың дамуына сіздер де атсалысыңыздар, мені қолдаңыздар. Өйткені мен каналды ашқанымен көп нәрсе білмеймін. Сондықтан өзім ойлаймын, осылай ақырын енді дамыта келе жақсы болуына өте өзім ойлаймын жақсы болады деп. Өйткені мен ютубты әлі онша білмеймін. Дегенмен де мен видеоны осылай жүктеп салып жатырмын. Енді сіздерге сәттілік, сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Әрқашан менімен байланыста болыңыздар, жазба қалдырыңыздар. Сол енді менің қазіргі айтарым. Кейінірек да жақсы нәрселер айтатын боламын. Қандай тақырыпта сөйлеуім керек, қандай тақырып айтуым керек деген сияқты сіздердің ойларыңызда бір нәрсе мазалайтын болса, менімен хабарға шығуыңызға болады. Және мен осы өмір жолымда өзімнің жұмысыммен қатар, өзімнің жаңағы тіршіліктеріммен қатар көп адамның қалыптасуына, өмірлік жолдарына жақсы себепкер болдым деп ойлаймын. Өйткені адам өсе келе бірде құлап жүріп, бірде жылап жүріп, үлкен тәжірибе жинап, алдыға қойған мақсаттары айқындалған кезде арт жақтағы адамдарға қарап, сол адамдарға да қол ұшын беру арқылы өте жақсы тәжірибе жинайды деп ойлаймын. Соның бірі менмін. Осы өмір жолында мен көп адамдарға көмектестім. Мысалы, кейбір адамдар болады,
өте қиын жағдайда қарызға батып кеткен адамдар болады, болмаса шырмалып жанұялық қарым-қатынаста өте қиын жағдайларда болады. Ата-ана мен баланың арасындағы үлкен мәселелер болады. Осы мәселелерде мен көп адамның қаржылық мәселелер болады. Оның бәрін біз өзіміздің басымыздан өткіздік қой. Құладық та, жыладық та, барлық нәрсе басымызда болды. Сондықтан мен ойлаймын, ол нәрселер менің өмір сүруіме, ары қарай бағыт алуыма, және осы артында келе жатқан сіңлілеріме, інілеріме көмектесуге тек қана өзімнің емес, жалпы қоғамда мен біраз адамдармен көмектестім. Сол адамдардың өсіп, өніп, жақсы бір тұлға болып қалыптасуына да көмегім тиді деп ойлаймын. Сондықтан біз біргеміз сіздермен, әрқашан бір-бірімізді қолдап жүрейік. Каналды қолдап жазба қалдырыңыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге.